Енді баклажан салатты осылай дайындап көріңіздер. Оригинал рецептпен бөлісемін. Үйге келген аспаздан қоймай сұрап алған рецептін сіздермен де бөлісіп қояйын. Баклажанның сыртын тазалап, тастамайсыздар, керек болады. Баклажанның өзін көбіктап турап аламыз. Басты құпиясы сарағаш пен осы темпурный мука екеуін жақсылап араластырып сұйық масса болады. Баклажанды қосып тағы да жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Сыртын шұқа етіп майдалап турап, қызып тұрған майда 2-3 секундта қуырып аласыздар. Ал баклажанның өзін қызып тұрған майда 10 минуттай сырты сап-сары болғанша араластыра отыра қуырасыздар. Қытырлақ, күттірлек болып шығады қыздар, ұзақ сақталады, 2-3 сағатқа дейін жібімей тұрады баклажанның өзі. Черри қызанағын 2 бөлікке бөліп, рукколаны жақсылап жуып кептіріп қолданамыз. Баклажан мен кесіл сладкий соусты араластырып, тәрелкеге орналастырасыздар. Қалған кесіл сладкий соусқа рукколаны жақсылап тұрып араластырып, салаттың үстіне көтеріп қоясыздар. Сонда салат әдемі болып көрінеді. Жанына черри қызанағын, творожный сырды қасықтың көмегімен әдемілеп шет-шетіне қойып шығасыздар. Осылай ұсынып көріңіздер. Оригинал рецептпен бөлісті, міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшам пайдалы, тез-тез парақшама тіркеліп алыңыз.